19 ғасырдың соңы Америка. Бу болат және ақша дәуірі. Электр энергиясы жаңа билікке айналды. Тоқты кім басқарса, адамдарды да сол басқарды. Осы кезде бір адам басқаша ойлады. Энергия бәріне тиесілі болу керек деді. Оның аты Никола Тесла. Тесла энергияны ауа арқылы табуға болады деді. Сымсыз, есептегішсіз және де шекарасыз. Бұл идея көпшілікке есуастық болып көрінді. Томас Эдисон оны мазақ қылады, қаржыгерлер қаржысын тоқтатады. 1895 жылы оның зертханасы өртеніп кетеді. Тесланың бар еңбегі бір түнде жойылып кетті. Бірақ ол берілген жоқ. Нью-Йоркте жаңа мұнара салады. Верден Клифф мұнарасы еді. Мақсаты бүкіл әлемге бір жерден тоқты тарату болды. Бірақ ақша азайды, мұнара құлады, арман орындалды. Тесла қонақ үйде кедей халде өмір сүрді. 1943 жылы ол жалғыз қайтыс болды. Бірақ та бір факт бар. Қазіргі таңдағы айналмалы тоқ жүйесі, Wi-Fi, радио барлығы Тесланың ойы. Ол жоғалған жоқ. Ол біздің әлемде қозғалмалы энергия болып